Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаевқа және Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа. Бүгінгі депутаттық сауалыма әділетсіздіктің шырмауына шырмалып, шырғалаңнан шыға алмай қалған азаматтардың көз жасы себеп. Олар Алматының әйгілі Барахолка базарында сауда жасайтын қандастар. Қақаған қыс пен ми қайнатар жазда таң атысы кеш батысы контейнерде отырып сауда жасауға мәжбүр жандарды өзін қожайын сезінген екінің бірі келіп тонап жатыр. Бізге жолдаған хатында Кенжехан базарының саудагерлері бар мәселені тізіп жазған. Бүгінге дейін құзырлы орындарға қанша арызданса да, күштінің дүмі диірмен тартады демекші. Қаналған қаржысын қайтара алмай келеді көпшілік. Барахолкадағы саудагерлерден депутаттардың атына келген мына бір менің қолымдағы арызға сүйенсек, соңғы 10 жылға жуық уақытта Кенжехан базарының иесі Назарбаева Әнипа Әбішқызы болған деп көрсетілген. Оның жанындағы адамдар базардағы әр сауда орнын 10 мың ақш долларына сатқан. Алайда сатып алу жөнінде келісімшартты жасамай, тек контейнердің паспортын берген. Келісімшарт талап еткен жандарды біз базарға мәңгілік иелік етеміз, уайымдамаңдар деп қайтарған. Саудагерлердің дерегінше аталған базарда 1000-ға жуық контейнер бар. Әрі қарай есебін шығара беріңіздер. Қолда бар арыздағы ақпаратқа сүйенсек, 2022 жылдың 4 сәуірінде Кенжехан базарының 100% үлесі Митра консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Розенберг деген азаматқа өткен. Бұл базар 640 миллион теңгеге сатылды делінеді сол кезде. Жаңадан келген базар қожайындары саудагерлерге контейнерлеріңді қайтадан 325 мың теңгеден сатып алыңдар деп талап қойған. Демек, ел бір орынға 2 рет ақша төлеген. Амалсыз ақшасын берген жандарға тағда сатып алу туралы құжат берілмеген. Тек келісім қағазы тапсырылған. Айтпақша, келісімді сол базардағы нотариусте жасауға міндеттеген. Ол үшін әр саудагер тағы 43 мың теңгеден төлеген. Ол олма, әр контейнердің иесін айына 50 500 теңге ақы алынады деген және бір тәртіп шығыпты. Сонда адамдар контейнерді сатып алады және ай сайын жалдау ақысын төлейді. Мұны шағымданған ел айтып отыр. Төлемесе контейнерлерді мөрлеп, жауып тастайды деп ашынады жұрт. Бұл сорақылық емес пе? Әділетті Қазақстан құрамыз десек, әділеттіліктің әр салада орнауын қамтамасыз етуіміз керек. Осы тұрғыда саудагерлердің 3 талабы бар. Бірінші, контейнерге 2 рет ақша төлеген жұрт бұрынғы немесе бүгінгі базар иесіндегі ақшаны қайтарып берсін дейді. Бір сауда орнына 2 рет ақша төлеу ақылға сыймайды. Екінші, ай сайын қосымша қаржы жинаумен жұмыс орындарын мөрлеп жауып тастауға қатысты әрекеттердің заңдылығын тексеріп, шара қолданылсын дейді. Үшінші, Кенжехан базарын Алматыдағы мемлекеттік кірістер департаменті тексерген. Соның нәтижелерін қаржы министрлігі ұсынсын. Жыл басында Қазақстанда 722 базар тіркеліпті. Соның бәрінде заңдылық толық сақталып отыр деп айта алмаймыз. Себебі ол жақтағы саудагерлерден де арыздар келеді. Осы депутаттық сауалды дайындау барысында Барахолкадағы Рахат және Евразия базарындағы саудагерлерде шағымдарын жеткізді. Сондықтан елдегі барлық базардағы заңдылықты тексеру керек деп санаймын. Біз қарапайым халықты қанауға жол бермеуіміз шарт. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз. Аманат партиясының фракция мүшелері.